Ассалаумалейкум көпшілік. Созақ жерлерде иншаллах атмосфера кепті. Бүгінгі қозғайын деп отқан мәселеміз жаңа шылаушан шаруашылығы. Международный тілде айтқан кезде верми культивирование деп айтады, верми технология саласы. Жалпы бұл салада жаңағы шылаушанның әртүрлі түрлері болады. Бұл жердің кезде біздің жергілікті шылаушанның айырмашылығы қызыл калифорниялық құрттың ең күшті айырмашылығы жаңағы жергілікті шылаушанды бір орында тұрмайды, олар әрдайым жылжушы, жорғалаушы, бір орында тұрмайды да қашып кете береді. Ал қызыл калифорниялық құрттың ерекшелігі, егер оған жаңағы оған беретін асықты қойып, жаңағы бұрт жасайтын болсақ, сол жерде олар әрқашан сол жерде қалады, көбейеді. Сол жердегі органикалық қалдықтарды жеу арқылы биогумус деген қазіргі кезде органикалық табиғи таза тыңайтқыш шығарып береді. Енді олардың азығы не дейтін болатын болса, олардың азығы жаңағы органикалық қалдықтар, атап айтқанда гөннің түрлері, және шөптің, сабанның, жапырақ, бұлымы, барлық шіритін органикалық заттардың қалдықтары. Осыларды жеу арқылы олар биогумус деген таза табиғи тыңайтқыш өндіріп беріп отырады. Бұның жаңа жергілікті шылаушанның айырмашылығы, жергілікті шылаушандар бір жылда өзі кокын тастайтын дәрежеге бір жылда келеді. Бұлар 70-90 күннің арасында өзі кокын тастайтын, жұмыртқа тастайтын кезге келеді. Және бұлар 16 жыл өмір сүретін болса, жергілікті шылаушандар 3 жыл өмір сүреді. Және кокын тастағаннан кейін жұмыртқасы 6 айдың ішінде өзі жарып шығатын дәрежеде келетін болса, жергілікті шылаушандардың. Бұлар 14-21 күннің арасында жарып шығатын дәрежеге келеді. Жарып шыққаннан кейін сол кішкентай шылаушанды жаңа малек деп айтады. Сол малек 70 күнде, 90 күнде өзі кокын тастайтын дәрежеге келеді. Сол себепті бұл геометриялық дәрежеде өте жылдам көбейеді. Бір жылда мал бірге бір беретін болса, бұл бірге кемінде бірге 100 береді. Егер жақсылап қарайтын болса, бұл бірге 200 есе, 300 есеге дейін тез көбейеді.